баяғы бір заманда безгек ауруы адамдарды сынамақ болып жолға шығады. Келе жатып жер жыртып жатқан адамға кез болады. Келе оны әурелеуге кіріседі. Бірақ басын ауыртқанмен жұмыс істеп терлеп жүрген адамға ештеңе істей алмайды. Диқан қатты ауырып тұрса да жұмысын тоқтатпай бітіре салайын деп жалғастыра береді. Ауруға берілмейді. Безгек оны жеңе алмаған соң сапарын одан әрі жалғастырады. Ұзақ жүргеннен кейін құдықтан су тартып мал суғарып жатқан малшыға келеді. Келген бетте оның мазасын алады. Малшы бала ауырғанына қарар емес. Үсті басы түгел малынып, жанталасып су шығарумен болады. Безгек біраз айналшықтап ештеңе шыға алмаған соң бірден жолға шығады. Сонымен не керек жүре беріп әбден титықтанған шағында алыстан 2-3 ақ боз үй көрінеді. Жақындап келсе, бұл бір жуан қарын байдың үйі екен. Берге келе жабыса кетеді. Басы ауырып тоңған бай бәйбішесін айғай сап, ойбай бәйбіше төсек сал, басым ауырып барады. От жақ, тоңып барамын деп тісі-тісіне симай сықырлайды. Бәйбішесі отағасын төсекке жатқызып, үстіне қалыңдап көрпе жауып бәйек болады. Бірақ ол күйеуін әлпештей жүріп, ауруға жағдай жасағанын білген жоқ еді. Бай сол жатқан қайта орнынан тұра алмайды. Қайраты бар кісінің аурумен ісі жоқ деген осы екен.